Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз иммунитет көтеретін қызылшадан салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына шейін көріңіз. Бірінші кезегімізде осында теркамызды алып, ең ұсақ өткізетін бөлігін таңдап, қызылшамызды осы теркадан осылай өткізіп аламыз. Мен бұл жерде бір тарелка шығатын рецептті дайындап жатырмын. Көлемін ұлғайтып жасай берсеңіздер болады. Енді кезекте қосатын мейізімізді де осылай ұсақтап пышақпен турап алатын боламын. Өте витаминдер көп қоспалар қосатын боламыз. Көп затты қажет етпейді. Жасалу жолы өте оңай, небәрі 10-15 минут уақытыңыз кетеді. Екінші кезекте осындай грек жаңғағын, оны да осы ұсақтап турап барлығын дайындап аламыз. Ендігі кезекте осы барлық қоспаларымызды жинап, қосып, мен бұл жерде жаңғақты сәл көптеу қостым. Қызылшаның көлеміне қарап азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылай жаңғақ мейізбен өте керемет шығады. Міндетті жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Және тұз саламын. Бір шым ғана тұз қоссаңыздар болады. Және бір ас қасық майонез қосамыз. Барлығын жақсы араластырып, осылай қасықтың көмегімен жақсы араластырып аламыз. Өте дәмді, өте витаминге бай. Міндетті жасап көріңіздер. Бетін осылай жаңғақпен сәндесеңіздер болады. Осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Аз ғана уақытта жасалатын осылай салатымыз дайын болды. Міндетті жасап достарыңызбен бөлісуді сұранамын.